Жыңғылдау 95 жылдығының 40 шақырым бәйгесінің бас жүлдесі темір тұлпары. Салқын жаңбыр жауып кеткен, аттар дайын. Бұйыртса тай бастаймыз қазір. Керемет таудың қасында әдемі табиғат. Мәре алды бұйыртса. Алло. Стay olmayışın değil mi? Stay olmaydı o. Şayını alak. Baldan şayını alak. Ayçınlar bu şayını alak. Ya kaçsana bu tarafa. Abi şaşkırdım mı? Балчық шашып тұрады, балчық ешкет, өз-өзіне айтып жатыр, өз-өзіне балчық шашып тұрады. Сен бұқта отырмын. Кімге? Жүрдің ғой әне. Жайшабыс болайын тұр бүгін. Жер балшық. Күн жел. Құрметті көрермендер, бүгінгі Жыңғылды елді мекенінің 95 жылдық мерейтойы құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді мына көріп жатырған шығарсыздар, аздаған кешігу болды. Енді бұл енді Алланың ісі, табиғи нәрсеге еш нәрседе айта алмайды. Дегенмен де жігіттеріміз жарады. Осы бәйгені сағат 3-те белгіленген болатын. Ай бәйгені басталып кетті. Менің қасымда рахмет бар күресшілер кетіп тұрса, жүйріктер жарыс жолында. Бұл енді ай бәйге 3 айналымнан тұрады, қадірменді ағайындар. 38 ай жарыс жолында сіздерге Алла амандығын берсе, бас бәйге мотоцикл үшін бағын сынауға аттанды, қадірменді ағайындар. Нөмірі 2-ші нөмірде Ақтұяқ Жүсіпбек ағамыздың жүйрігі Жыңғылды елді мекені. 60-шы нөмірде Принцесса Хизет Жұбановтар әулеті Жыңғылды елді мекені. 40-шы нөмірде Мейс Хизет Жұбанов Ахмет ағамыздың жүйрігі Жыңғылды елді мекені. 30-шы нөмірде Шамшырақ Берекет ат иесі Жетібайдан келіп отыр. 43 сары қыз Сұлтанбек ағамыздың жүйрігі Жетібайдан келіп отыр. Және де 59 Көк Шоқай Жұбанов Ахат ағамыздың жүйрігі Жыңғылды елді мекені. Және де 31 Жұмбақ Ермұхан ағамыздың жүйрігі Самауылынан келіп отыр. 34 Хадия Самауылынан келіп отыр. 35 Нұрсұлу
Sersenbek Şitbi 36 Şanqobuz Bircan ağamыздың жүйрігі Жыңғылды елді мекені. Қадірменді ағайындар, мінекей әлеміне дегенше жүйріктеріміз жарыс алаңына шығып, бірінші айналымда аяқтап, алдарыңызда екінші айналымда аяқ басатын болады. Дегенмен де мына ауа райының қолайсыздығы бар. Жүйріктер шама келгенше сақтық шараларын қолданып, шапсын, абайлап жан-жағына қарап. Мына қазір ат иелері рациямен шаптырады ғой, бәйгі болдарымызға соны ескертейік. Бүгінгі бәйге 3 айналым, соныға бергізге саламыз ат иелері. Жүлде қоры 5 орынға дейін бас бәйге мотоцикл. Ал мінекей бірінші айналымда аяқтап, екінші айналымда аяқ басатын тайларымыз. Алдарыңызда әлі алда айналым бар. 3 айналым жігіттер, 3 айналым. 2 тайымыз алдын бастап, төрешілер номерін түгелдей хабарлайықшы. Түгелдей, осы алдыңғы топты міндетті түрде. Бұл 2 тайымыз бастап өтті, бірінші айналымда аяқтап, екінші айналымда. Номер, 2 тайдан бастап айтайық. Желге қарсы сөйлемейік, рацияны ықтап сөйлейік, ықтап, естілмей жатырмызда. 21-ші номердегі және 25-ші номердегі 46-ші номердегі Нұршуақ Жаңузиннің тайы 55 Тайфун Бегиев Шалқар Жаңузин қаласының тайы алдыңғы топта кетіп бара жатыр. Комиссияда сіз ба сіз? Видео түсіріп тұрмын видео. Ана жаққа тұрыңызшы. Қазір мынау не қылып тұр дейді. Мен осылармен сөйлесіп жалдан түсіріп жатқан адаммын. Екінші айналымда Түсірмеймін мен. Өтіп кетемін ар жаққа онда. Мәре анау ғой, түсіріп тұрсың, мәрені сөйлесіп. Арғарда тұра қойшы. Қолдан ағамыздың сайы өтештен келіп отыр. 39 Ақпұтшақ Күйемай Айдын Жыңғылды елді мекені 41 Торкөбе Ақбұрақ Шайырдан келіп отыр. 52 Жұлдыз Саят мінекей абыға бастаған Шайырдан келіп отыр. 44 Ботакөз Сырымбек Ұлан Жаңузин қаласы 45 Қасиет Амантай Айөтөс 46 Нұршуақ Нұрасыл Айдар Қожыбай Голав 47 Баян Көбейтов Самат Сайшапағат елді мекені 48 Сары Шыбын Әли Сайшапағат елді мекені 49 Күдік Ерасыл Жыңғылды елді мекені 50 Көкер Ерасыл Жыңғылды елді мекені 51 Трипока Ақкетік елді мекені 53 Телқоңыры Расул Ақкетік елді мекені 54 Торытөбел Асылбек Жаңузин қаласы 55 Тайфун Бегиев Шалқар Жаңузин қаласы 56 Самал Торы Мәлік ағамыздың жүйрігі Шебірден келіп отыр 57 Қасқалдақ Айтмановтар әулеті Құланды ауылы 58 Шаптанай Қажы ағамыз Тұшқыдық ауылы 29 Найза Дәулетбек Шитбеден келіп отыр 28 Көкдауыл Бекболат Ақтау қаласы 26 Қасқалдақ Басшы Бекіден келіп отыр 25 Сингапур Ербол Аяңғыдан келіп отыр 24 Ақкербес Данияр Таушықтан келіп отыр 23 Торытөбел Данияр Таушық ауылынан келіп отыр. Ал мінекей қадірменді ағайындар, жүйріктеріміз бірінші айналымда аяқтап, екінші айналымға кеткен болатын. Қазір алдарыңыздан екінші айналымда аяқтап, соңғы үшінші айналымға аяқ басатын болады. Жүйріктеріміз тіке жолға шықты. Қазір алдарыңыздан екіні аяқтап, үшінші соңғы айналымға өткеннен кейін кімнің тайлары және де осы уақытқа дейінгі байрақты бәсекелерде жүлделі орынға иеленіп жүрген тайларды қағазда түртіп айтатын боламыз. Мәселе енді соңғы айналымда.
Al мінекей Жыңғылды елді мекені бүгінгі Жыңғылды ауылына 95 жыл толуына орай ұйымдастырылған тай бәйгінің де соңғы айналымына келіп жеттік. Я сәт, я Алла, тұлпарлар сүрінбесін, бәйгі бала құламасын деп, бала аман, ат та аман болсын. Ал соңғы айналымға кетіп бара жатқан тайларымызға назар салып отырайық. Ал мінекей төрешілер номері міндетті түрде керек. Соңғы айналым жігіттер, соңғы айналым салыңдар барыңды. Соңғы айналым жігіттер. Соңғы айналымда 55 номер болу керек. Ал жартыяға шығамыз төрешілер. Соңғы айналым, соңғы айналым. 2 тай, 4, 6, 7 тай үгет тұра жатыр. 8 тай үгет тұра жатыр. Соңғы айналымда тұра жатқан тайларды. 11, 47-ға және де ал соңғы айналымға дейін жіберейік. Екінші топ жүйріктері 46, 54, 11, 17 номердегі жүйріктер кетті. Ал мінекей сары тайымыз шықты, көсілді. Бір айналым бар, үміт бар. Төрешілер артқы топтың жібер! Алмай, жол бермейік. Бір айналым артқы өтімінде. Ор енді, ор! Енді аямаңыз! Бүгінгі тайбәйге күрделі 5 орынға дейін күрде тағайындалған. Бірінші орынға мотоцикл. Бүгінгі тайбәйгеге мотоцикл тігіліп отыр. Осы маусым ашылғалы бері алғашқы мотоцикл жеткен болады. Бұл тайында мотоцикл еншілеу, ұту, ол көлік ұтқанмен бірдей бұл тай бәйгеге осы бәйгені ұйымдастырған, атсалысқан, қолдау көрсеткен ауыл тұрғындарына Алла разы болсын. Екінші орынға 300 мың теңге қомақты қаржысы тігіліп отыр. Үшінші орынға 200 мың теңге, төртінші орынға 100 мың теңге, бесінші орынға 50 мың теңге. Ал мінекей жүйріктер жарыс алаңында бұның ішінде сонау Темірбаевтар әулетінің Шетпеден Сәрсенбек 5 жылдық аясында өткен тай бәйгенің жеңімпазы Бегейіп Шалқардың Тайфулы келіп отыр, қадірменді ағайындар. Және де бізде тіркелген Нұршуақ келіп отыр, жүлделі орынға иеленіп жүрген. Және де мұнда Сырымбек баптап келген жүйрікте келіп отыр. Ұланның жүйрігі Самал толы, тревога, покер, түнек, шаңқобыз, жұлдыз, тортөбел, қасиет, нұршуақ, боян, сары шығым сынды жүйріктеріміз кетіп бара жатыр. Ал соңғы айналымға кеткен бағанағы номерін айтсақ, 46 номерде Нұршуақ, Айдар, бәйгі бала, Нұрасыл соңғы айналымға кеткен болатын. Жаңаөзен және де 54 номерде соңғы айналымға кеткен Тортөбел Асылбек, Жаңаөзен қаласының тайы. 11 номерде 37 Сәрсенбектің жұлдызы да кетіп бара жатыр. 17 номердегі бізде тіркелген жүйрік 27 болу керек жігіттер. Бақтұры Жакиев Талғат ағамыздың жүйрік екен. Ал мінекей тарихи сәт, тарихи кезек 46 номердегі тайдың төбесі көрінді. Бұл дегеніміз Нұршуақ болу керек. 37 деп жатыр. Сәрсенбектің жұлдызы менен Нұрасылдың Нұршуағы келе жатыр. Мотоцикл кімге бұйырады, қадірменді ағайындар? Ал қошемет! Дей тұрғанмен де біз алыстан бақылап отырмыз. Төрешілер алдыңғы топтан өткен тайларды барлығы да комиссиялардың ұйғарымы бойынша бәйге берілетінін хабарлаймыз. Бұл қай жүйрік? 46 Нұршуақ па? Жаңаөзеннен келген Айдар бәйгі бала ма? Ал қошеметтеп отырайық. Бүгінгі мотоциклдің жеңімпазы Жыңғылды елді мекенінің 95 жылдық аясында өткен тай бәйгенің жүлделі бірінші орнына иеленіп келген 46 Нұршуақ Айдар қозы бәйгі бала. Ал қошемет Жаңаөзен қаласы. Екінші орынға осы көрерменнің көз айналған Сәрсенбек баптағы
Aldagan Timurbayevlar Avniyatı'nın yıldızı geldi şekline gelgen. Üçüncü olup Meris'in ismini satkan. Üçüncü olup Meris'in keskin. 25 turnu oturayım. 25 jenedi 4. 5. belgili balayım. 4. ornunda Nomer aytayım bizge. 4. geldi mi ne bala? Nomer. 24 dep жатырмыз. 5 kişi 5 kelген турабыз. Al мінекей бүгінгі тай бәйгенің жеңімпазы ретінде бірінші болып өткен аттар, қадірменді ағайындар. Нұршуат, Нұрасыл ат иесі Айдар Қозы бәйгі бала Қайрошұлы Жаңаөзен қаласының тайы бір келді. Екінші болып Мәресігі кескен. Екінші болып Темірбаевтар әулетінің Жұлдыз деген жүйрігі Сәрсенбек баптаған жүйрік келді, қадірменді ағайындар. Жұлдыз Сәрсенбек Темірбаевтар әулеті насихат шетте. Үшінші болып Мәресігі кескен. Номері 55-ші номер деп жатырмызда. Бізде 55 болып Тайфун Бегиев Шалқар Жаңаөзен қаласы. 4-ші болып Мәресігі кескен. 54-ші номердегі Торы Көмел Асылбек Жаңаөзен қаласы. Құтты болсын. 5-ші болып Мәресігі кескен. 35-ші номердегі Нұрсұлу Сәрсенбек жаратқан. Сәрсенбектің елігіндегі жетпеден келген айымыз. Ал қадірменді көпшілік бүгінгі бәйгеге жиналған қауым. Соның ішінде Жыңғылды елді мекені 95 жылдық аясында ұйымдастырылған Көлденең ал, Аламан көлденең. бәйге Көлденең. басталды. Аламан бәйге басталды. Аумағы байтақ жер екен, ауызбіршілігі мол ел екен. Жаңбыр жауып кетті. 40 шақырымның Аламанның аттары жолға шықты. 95 жылдық Бисмилля. бүгінгі Бала аман, ата аман болсын. жүйріктері жарыс жолында. Ақпен бағы сай келсе бұз адаттарың, ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсе, көкке лақтырып өргенде азаматтарың. Ал мінекей сәт сапар 15 айналып бәйгемандар қаперлеріңізді саламыз, артықпаймыз. Әлі алда 40 шақырым бар. Ал енді жай қоя тұрайық. Мына жиналған көпшілікке кімнің қандай ат қосып жатырғаны қызық дегендей. Ал қамда отырайық жүздермен. Өңірі 7-ші номердегі Нарчик деген жүйрігімен Аңатаровтар әулеті келіп отыр. Жандос бастаған Амир бәйгі бала Елу ауданы Аңатаровтар әулеті Нарчикке бүгіндарды қуап отыр. 10-ші номер Ауылпап Алдыбаев Тұлпан екінші номердегі жетжастағы Ақсұлқар атақты Сартайып Рақым баптаған Алқабайып Нұрсүйріктің жүйрігі Қызан ауылынан келіп отыр. 12 аңыз деген жүйрігімен Құқынбай Нұрсағынның жүйрігіндегі жүйрік жетпеден келіп отыр. Нұрболға қайсы бала. 3-ші номердегі Мұстай деген жүйрік Нұрсағын бұлда келсе жетпеден келіп отыр. 7-ші номердегі Рақымжан Науқартас Азат бастаған Мерей тақымдаған Жыңғылды елді мекені. 4-ші номердегі Алқаманов Исенбай Көктауыл Парасат бапкері Жаңаөзен қаласы. 25 миллион Парасат бапкері Алқаманов Исенбай Иламанов Серікбай деген ағаларымыз. Мен аламанға қосайын. Айбос ат иесі Ақиқат бәйгі бала жетпеден келіп отыр. Білем ғой, білем. Иә, білем ғой. Шәрипов Дәлубек ағамыздың жүйрігі ұштағаннан келіп отыр. 11 Жебе Шарипов Дәлубек ағамыз ұштағаннан келіп отыр. 13 Жарық
Арыстан деген мінекей Беймырзаев Хамза деген азамат кеше ұштағанда 2 болған жүйрік келіп отыр. Сайын Шапағатов елді мекенінен Сұлтан Бейгімала. 14 Сойқын деген жүйрік болу керек. Дүкенбай Самауылы 15 атақты Ыбыраев Белдібайдың айбіреуі келіп отыр қадірменді ағайындар Қорақұлдан. 16 Арда Күрең Амангелді Бекзат Бейгімала Баяндыдан келіп отыр. Бірінші номер Қан Күрең Данияр Атесі Бейнеу ауданы 40 номер Көк Тұран дейді. Бақдабаев Аман ағамыз атақты Сейіс Аттегі Жетібайдан келіп отыр. 22 Көк Бойғақ Ербол Ақтау қаласы 17 Тайтұлпар Абатов Әлуар Жетібай елді мекені 18 Қоян Қасқа Ерқұлық Асылбек Жаңөзен 19 Күреңбел Аманбай Сайөтен ал кішкене кідіре тұрайық. Жүйріктерді әрмен қарата таныстырамыз. Дегенмен де 40 шақырымды бағындыруға жүйріктеріміз барын салары сөзсіз, қарқындары өте жоғарғы деңгейде десек те болады. Алдарыңыздан бірінші айналымды аяқтап, екінші айналымға кететін болады. Алдын бастап келе жатқан 32 Қазқоңыр Жылой ауданының жүйрігі бастап келе жатыр. Ал жүйріктер әлі алда айналым бар. Бірді аяқтап, екіге аяқ басасыздар. Жылойдан келген жүйрік алдыңғы топта екінші Ермұхановтардың жұлдыз деген жүйрігі болу керек. Оған әлі толықтай таныстырғаннан кейін айтып отырамыз. Дегенмен де қағазға түрткі болып отырайық. Ал жол болсын бірді аяқтап, екіге кетті. Ал енді бағанағы осыдан 2 минут бұрынғы таныстырған протоколға келсек. Келіп отыр Қызан ауылы кезіндегі Қызылшаштың жолын берсін деп қойынша 21 Мәрлен Торы деген жүйрігімен бұл да Бұтырбаев Мұрат дайындаған Бұқабай ағамыздың жүйрігі Қызаннан келіп отыр. Шотан Бейгімала 23 Бекзат Торы Ұлан деген мінекей азаматтың жүйрігі Шебірден келіп отыр. 24 Мәмілет атақты мінекей Әмин Амандықтың жүйрігі кеше атаның артында қалыптап келген Мәмілет келіп отыр. Бұлайныдан 25 атақты Ермұхановтар әулетінің жұлдыз деген жүйрігі келіп отыр. Болды Бейгімала Жаңөзен қаласы 26 осы Маңғыстаудың ұзақ қашықтықтарының бірнеше дүркін жеңімпазы Көсеевті әулетінің мінекей Тентек Қара деген жүйрігі келіп отыр. Өсербай Бейгімала Сайын ауылы 27 атақты осы жылдың үздігі легендасы Сұлтанғали ағамыздың тапсырғаны келіп отыр. Бек Сұлтан бастаған Шемірден Әміре Бейгімала 28 Арқан Кер деген жүйрікпен Махамбетов Рахим бұл да Айтулы ағамыздың бірі Жаңөзен қаласы осы жүйрігі осы Маңғыстауға тұяғы жаңадан деген десек те болады. 29 Загар Іргебай осы ағамыз іздеп отыр еді бағаналы бері. Іргебай ағамыз бастаған Әбілмансұр ат иесі Там ауылы Ағыз бәйгінің мінекей 30 Майдангөк Қараш Қайрат деген ағамыз екен. Ақшымыраудан келіп отыр. 31 жүйрігі Ақбақай Мейрамбек Қызылтөбе елді мекені 32 Назқоңыр деген жүйрігі Қайсар Дәрішев Асқат Атырау облысы Жылой
33 балауса дейді. Ой, мінекей. Төлешік Қуандық баптаған. Мизам Байыптар әулеті Мұқыр ауылы Атырау игілік мінекей бапкері Бердімұрат Сам ауылы. Ал мінекей 38 жүйрік тіркелді. Жарыс алаңында екінші айналымда аяқтап, үшінші айналымда аяқ басатын болады. Бүгінгі бәйгеге демеушілік, бүгінгі тойға, ұлы тойға демеушілік көрсеткен Атымтай Жомарт ағаларымызды есімдерін айта кетсек, Мұсабаев Самат Базарбайұлы, Керелбаев Асқар Сайынұлы, Қилыбаевтар әулеті Боранбаев Бердіқожа Оңдасынұлы, Құлбаев Құлбат Аңшыбайұлы, Әйбек Осуақұлы, Жұмабай Зейнуллаұлы, Маңғыстау мұнай-газ кәсіподақ ұжымы. Ал енді жүйріктеріміз екіні аяқтап үшке кетті ғой. Атыраудың нақсомыры алдыңғы топта әзірше. Оның артынша Ермұхановтардың жұлдызы менен кетіп бара жатқан, оны қазір айтатын боламыз. Көмектескен осы Жолбай Игілік Сыңғыбекұлы, Аққұлов Асқар Лақбайұлы, бұл енді еңбегі осы бәйге саласында ат әлемінің атақты комментаторы десек те болады. Аққұлов Асқар, Маңғыстау мұнай-газ ұжымы, Қаражанбас мұнай-газ ұжымына алғысымыз зор. Жасай берін, дами берін, өле берін, өсе берін деген тілектерімізді жаудырамыз. Керемет бәйге. 23 пенен 11 номердегі шабандоз балдар ескерту. Бір-біріне балаға сөз айтып келе жатыр деген иелері партияға айтып ескертіп қояды. Жаңбыр жауып кетті. Ал екіні аяқтап үшке кеткен жүйріктер 32 номердегі Нақсомыр Атыраудан келген жүйрік алдыңғы топта Қайсар Дәрішев Асқар. 13 номердегі Жарықтан Беймұрзаев Қамза Қайсопарған елді мекені 25 Ермұхановтар әулетінің жұлдызы 19 бізде тіркелген Күреңбел Аманбай Қайөтез 23 тіркелген бізде болу керек қазір. Диктаторы ұлан Шебірдің жүйрігі, жүйріктері ат иелерін атап өткен болатынбыз. Алдыңғы топта Аттар тартып ойнайды. Бір жігіт жаттар. қадірменді ағайындар, бұл енді ат бәйгеге емес, атаққа шабады дейді ғой. Осы бәйгенің қаласында сонау бастапқы кезеңнен ат болып келе жатырған атбегілеріміз бар. Бірақ енді қазіргі таңда бәйгеге шауып бара жатқан жүйріктердің кешегі бүгінгі жетістіктерін айтып отырсақ, ең басты топта отырған Нақсомыр Атырау облысы Жылой ауданында Шопандан тойы өткен болатын. Сол Шопандан тойының аламан бәйгесінің 5 миллион теңгесінің иегері болған. Және де сол Шопандан тойында топ бәйгенің жүлделі бірінші орнына иеленген Ермұхановтардың жұлдыз деген жүйрігі де осы топта келе жатыр. Сондай жүйріктердің тарихын айналымнан өткен сайын айтып таныстырып отыратын боламыз. Енді жүйріктеріміз 3-ші айналымды аяқтап, 4-ші айналымға аяқ басатын болады. Бұл енді 5 жүйрік алдыға бөлініп шықты. Бұл таптырмас ауа райы қаншалықты деңгейде өтетіні ат белгілеріменен шабандоз балдар және де тұлпарына және де Алла тағалаға мәлім дей тұрғанмен де осы күзгі кезең бәйгелерде байқап отырсақ, жүйріктеріміз
жарыс жолын аяқтап келетін болыпты. Оның дәлелі кешегі бәйгелер десек те болады. Бұрын 43 ат шапса 3 ат айналатын, қазір дегенмен жаман емес. Ал мінекей 3-ші айналымды аяқтап, 4-ші айналымға аяқ басатын жүйріктер. Жүйрігі Назқоңыр Асқат ағамыз Атыраудың жүйрігі келе жатыр. Ермұхановтар әулетінің жұлдызы және де Хамза ағамыздың жүйрігі болу керек. Барымша енді асықпаймыз жігіттер, асықпаймыз. 3-ті аяқтап 4-ке кеттіңдер. 3-ті аяқтап 4-ке кеттіңдер. 3-ті аяқтап 4-ке кеттіңдер. Әлі алда айналым саны бар. 3-ті аяқтап 4-ке кеткен жүйріктер. Мінекей жазып отыр. Ал мінекей екінші топ десек те болады бұл жүйріктерді. Төрешілер арғы күн батыс жақтағы жүйріктерге бір айналым басып olsa шығарып жіберейік. Арғы төрде кім тұр? Мұқият, тәртіпсіздікке жол бермейік. Қадірменді атбегілер. Бұл енді 3-ші айналымда аяқтап, 4-ші айналымға аяқ басуға кетіп бара жатқан жүйріктер. Осы көмірді қағазға түртіп алайықшы. Атақты жүйріктерімізде кетіп бара жатқан сияқты алдар топтың арасында. Номері. Асықпа. 7 Керей. Қартасбек. Байторы. Атыраудан келген Назқоңыр Järішев Асқат Шәкәрім Топтың басы. Алдыңғы топта екінші жұлдыз Ермұхановтар әулеті Жаңаөзен қаласы 29 Сағар Іргебай Әбілмансұр Ам ауылының жүйрігі алдыңғы топта. Екінші топты да айтып отырайық. Екінші топ не? Дастархан үші де кетіп қалған болды. Бейбіт қалай? Атың нормально кетіп жатыр ма? Жақсы кетіп жатыр ма? Ескерту, бір айналым басып отырған жағдайда жарыс алаңынан шығарылсын. Жаңағы бізге хабарландыру келіп түсіп жатыр. 16-шы моментімізді ұзақты Соңғы топ. жаны сүйетін жүйріктер. Бұл 40 шақырымдық 40 шақырымдық бәйге асықпай келатқан жүйріктер өздерінің тактикасымен бір айналым қалғанда тесіп қойған, енді бір айналым болғанда батын шақырымның бірі десек те болады. Кезіндегі көк айғырдың тілеген бастаған топтың басы бір аттар. айналымды басы болған жүйріктер Кетіп шықты ма? қалды мына жердегі аттар. Басында 3 ат. 16, 14, 17 жарыс алаңынан шығарылсын. Белгілеп алайықшы протоколға. Екінші топ 16, мына жақта. 17, 14 жарыс алаңынан шығарылсын. Бір айналым Тәңір жауып басы тұр. болды. Күн салқын. Екінші топта адымдап, мінекей алдыңғы топтың жүйріктеріне жете білдік. 3 ат тіке жолға шықты. Куә болып отырмыз. Бұл жүйріктер бірінші топтан шыға ма, жоқ әлде екінші топтан шыға ма? Оны сізбенен біз болып алдағы уақытта көретін боламыз. Дегенмен де топтың алды едәуір ұзады. Алдыңғы топта Атыраудан келген Асқат ағамыздың Назқоңыры келе жатыр. Оның артынша Іргебайдың жүйрігі Әбілмансұр Ермұхановтар әулетінің жұлдыз деген жүйрігі. Мінекей 4-ші айналымда аяқтап, 5-ші айналымға аяқ басты. Атырауда жылойда шопандар тойын өткен Назқоңыр. 4 бүтіп 5-ке кеттің. Назқоңыр
Мінекей Сол бәйгенің жүйрігі Асқар Ошақ бәйгесін ұтқан арғы кезінде жұлдыз атты жүйрік Ермұхановтар әулиетінікі. Іргебай ағамыз айдап келген самның жүйрігі. Екінші топ итке жолға шығып жатыр міне. Төрт аяқтап беске Күн өткен салқын, жүйріктердің соткын ұстау қиын алғашқы болып тұр. тобы. Осы үш жүйрік. Бірлес Осы жерде әдематтар келеді. мінекей енді екінші топтың жүйріктері. Бұның ішінде бір айналым екен жүйріктер бар ма? Бір айналым екен жүйріктер болса шығарылсын. Сам ауылының жүйрігі оны. Торы. Ішкі жағымен шауып келе жатқан байторы. Бір айналымы Сол шоқандар тойының Жылайдағы. бізде протоколда сызылады. Ошақ бәйгесінің екінші орнын иеленген байторы. Сам ауылы. Нұрғыбай ағамыздың аты. Төрт аяқтап естіген қаражаттар Тек жүйріктер. Номер. Айналымы қиматтар болса шығарылсын. Біздің бала Керей. Жетінші номерді Керей Гауһардаспен. Жыңқылды ауылының жүйрігі. Төртінші номердегі Көктауыл Қалдаманов Исенбай Жаңаөзен қаласы. Топтың басы бірінші топ. Азбамыр. Сосын жұлдыз деді. Bir ayналымы бес, жүйріктер болса Мынау үшінші топтың аттары. бәйге енді Төртінші топтың аттары. Топқа бөлініп алып жүйріктер барып салып келе жатыр. әмілігі және де кетіп бара жатқан жүйріктер Сұлтанғали ағамыз Дастархан Дастархан мына жерде келе жатыр екен. жүйріктер кетіп бара жатыр. Бірінші топ. Бұлар енді төрт аяқтап, бесінші айналымда аяқтапқан жүйріктер. Бұл енді ыстық алда алдыңғы топтың жүйріктері әңгіме соларда. Екінші топ. Әуде! Осы жүйріктер топтың алдында асқылегі бар. Асқылегі болса, қағазға түртіп алайық. Жігіттер, бұлар енді төрт аяқтап беске кеткен. Соңғы кетіп бара жатқан аттың номер айтайықшы. Ал енді жүйрігі Атыраудан келген Асқат ағамыздың аз қоңырыменен Көкатқа бір груз жетіп алып отыр. жүйрігі Ермұхановтар әулетінің Мына жерде бастап келе жатқан үш аттың біреуі Іргебай ағамыздың аты екен, Сам ауылы. Мен шабамын, мен 40 шақырымды бағындырамын деген жүйріктер. Ал мінекей шабысымен бағындырып, Жаңбырға неге жердің балшығына атты қарап атқан жоқ. жүйріктер бес аяқтап алтыға кетті. Мына алдындағы жүйріктің бір айналымы кем десек те болады қазір. Басып осы Азбамыр. отуға Жұлдыз. зор Атыраудың Іргебайдың аты Загар болу керек. Ермұхановтардың жұлдызы Іргебайдың самнан келген жүйрігі мінекей. Екінші топтың аттары. Ақсұңқардай Жаңған автокөлігі. Жігіттер мінекей барын салып, бағын салып, бүгінгі додаға бақ сынауға келіп отыр. Байторы. Бұлбарлары сүрінбесін. Екінші топтың жүйріктері бес аяқтап алтыға кетті қадірменді ағайындар. Номер. Керейжан, айда.
Güreşler Hadis, vaqtda Akim. tartibsizlikka yo'l bermeyik. Bir aynalim basib o'tgan joydayda sharqala bilan chiqarilsin. Menda tutildi. Al ko'tarmani shulikcha qalayak. Oo, adam gitti. Şöyle baksam çıkırsın, Antalya'nın bağı var diye. O yere. Soğuklar. Bunun da biz ayaktan altıga gitsin. Yürüsün. Turdi birinchi top ketib beradi. Tulpar men gülü kutu, bunda arman. Aksu karday kuldurgan, buna köle. Kay şirikke buyuradı, ona çangandı. Bugünge çanganda demire, şiriktir, at bilgiler. Bugün kay şiriktin bağızanıp durganın. Anıktauga, azgana, aynalıklar kaldı çekti burada. Al koşumet kalayak, kudurmenim jürik. Bak, yaklaşık ayaklar, altıga gittin Beste şiriktir. ayaqdan altıga ketgan so'nggi top. To'rtinchi top. Barcha aytib o'tiraylik. Bir ratsiya gana сөйлесінсек. 6 nomer Dubay degan yerga ketib жатыр. Ержігіт Қази еліміздің жерге. Мен танып тұрғандарды айтып жатырмын мен. Алдыңғы топ қалай болып жатыр мән-жайы. Мұқият қарайық, қадағалайық. Мына жүйріктер бесті аяқтап алтыға кетіп жатырған жүйріктер болу керек. Енді кетіп жатыр міне. Бесті аяқтап алтыға кетіп жатыр. Бесті аяқтап алтыға кетіп бара жатқан жігіттер енді алдыңғы топтың жетпеуіне барын салып жатыр. Бірақ енді 13 айналым тұрғанын қайдан білсін енді. Біз білмейміз. Аллаға ғана мәлім. Күші жеткен жүйрік келеді бүгінгі. Аттың аты келеді. Атыңдың сынығы келеді қадірменді ағайындар. Бесті аяқтап алтыға кетті. Қарабайыр Қазанат Birinchi top қанатыңды ikki жолға шықты. Мына соңғы аттар. қанатыңды талдырып қара жолда қалдырмас деп мінекей артқы топтың легі болу керек бұл жүйріктер. Көтермелеп отырайық жігіттер. 40 деген ауызға оңай болғанмен бұл бәйге жолында үлкен нәтиже, үлкен тәжірибе жинақтап кетеді. Немесе осы бәйгеге 5 номер кім мынау? 5 номер. Ал қалайық, алтын аяқтап, жетіге аяқ басуға Бірінші топ жетіге кетеді. Алтын аяқтап. Ермұхановтардың жұлдызы Самауылының Ергебай деген ағамыздың жүйрігі кетіп бара жатыр. Алтын аяқтап, Жұлдыз жүйрік. жетіге аяқ басты жүйрік. Ергебай Загар. Есебімізде болса, мінекей номері қайтан айтып жөнекші. 32, 25, 29. 32 жылқыға жаным құмар адам едім. Екінші топ келе жатыр. Әр атқан арам терім. Болат тұяқ тас жарар түгіріңмен. Кеудеме тіріміңді сала бердің деп. Мінекей екінші топқа қошемет көрсетіп отырайық. Алдыңғы топқа жетуге ниетті жүйріктеріміз. Бас тақпайықшы. Олар енді алтын аяқтап, жетіге аяқ басқан жүйріктер. Алты бітіп, жетіге кетті жүйріктер. Қамза ағамыздың аты болу керек. Номерін айтып отырайық. Номерін айтып отырайық. Екінші топ жетіге кетті. Шарт. Көрешілер бізге енді 7 номер Керей. 5 номер. Оны жасырап ештеңе істе жоқ. Bir rahatsıya ғана сөйлеп, бізге айтып отырсыншы. Мына артқы топтың легін қарай алмай жатырмыз. Жаңағы жүйрік бірінші топтағы төртке кетіп бара жатыр.
Üç jürigimiz aldın бастап келе жатқан артқы топтың жүйріктеріне жетуге мүмкіншілігі әбден зор. Соған мұқият қадағалай мәңгілік бар бұл қай жүйрік? Soğuk top. Әмин амалды мәңгілік ішінде кетіп бара жатқан жүйріктер. Өмірін айтып отырайықшы, мінекей барымызша тек қарап жатырмыз тырысып. 36 дейді, 13 дейді, 4 дейді. 55-30. Бұлар енді 6 бітіп 7-ге кетіп бара жатқан жүйріктер мінекей. 7-ші айналымға кетіп бара жатқан жүйріктер қалай болар екен? Екінші топ Байторы бастап келатыр. Хамза ағамыздың аты бар қасында. Көк атты танымай тұрмын. Жүйрік жігіттер көтеріп отырыңыздар. Алдыңғы топ келе жатыр өздікте. Бір қателік апарса шын жүйріктер анықталар 500-лікте деп. Мінекей жүйріктеріміздің де 500-лікке тіке жолға шығып жатыр. қалғанына Жетіні бітіреді. куә болып отырайық. Мінекей екі жүйрік Тағы екі жүйрікке жетіп қалыпты. артқы Үш топтың жүйрік. легі болу керек. Ал қадірменді қалайық бүгінгі Маңғыстау жұртшылығы Әлі 5 круг бар. Жыңғылды елді мекені 95 жылдық аясында 6 круг бар өтіп ма? жатырған 13 круг. кең шара, Бәйгі ғой. үлкен бәйге 40 шақырымдық мінекей жетегі бізге 7-ші айналымда аяқтап 8-ші айналымға аяқ басуға 3 жүйрігіміз мінекей келіп жетті десек те болады. 7 бітіп 8-ге кетеді. Алдымен келе жатқан Атыраулы Асқат ағамыздың наз қоңыры, Ермұхановтардың жұлдызы, бірге байтын Сағалы қадірменді ағайындар. Саған. 3 жүйрік мінекей. Наз қоңыр. Көк ат Жұлдыз. шақ-шақ бола. Сағар. 7 бітіп 8-ге кеттік. 22-ші номерді шығарып жатыр. Бәйгінің Екінші атмосферасы топ бітірейін деп келе жатыр. бөлек, басқа бәйгелерден ерекшелігі зор. Екінші топтың жүйріктеріне де қолдау қошеметтеріңізді аямаңыздар. 7 бітіп 8-ге кеткен жүйріктер номері. Хамза ағамыздың аты Байторы. Аттың номерін біліп алу керек. 4-ші номер. Өміртаев Хамза ағамыздың жүйрігі жарықтан және де қасындағы сыңай жүйрік. Жиналымы тем, арғы бұлдан есі. Ортасы Керей. Бір айналымы тең аттар. 5-ші номерде, 4-ші номердегі аттарды біле алмай тұрмын. Жүйріктер 7-ші айналымда аяқтап 8-ші айналымға кеткен болады. Бірінші топ. Игілікке шабан достар қонбасын, бұрмайды той, ол жанлар болғасын. Ұлпанларың мәйгілі бол жігіттер, ал жігіттер аллаңызы болғасын деп, мына ортаңғы топтыңда жүйріктеріне дембер жіберейік мінекей. Айқай-шуларыңыз дем, қошықтап бүкіріп отқандарыңыз ем болып отырады қадірменді ағайындар. Мына жүйріктер Жетіні аяқтап атқан жүйріктер. 8-ге кетті. 7 аяқтап 8-ге кеткен жүйріктер алдарыңызда. 13 tur. Енді жүйріктерді айтып отырайықшы. Дубай әлі шауып келе жатыр. Елге мәлім Әлия ме? одан кейінгі жүйріктер. 13 ғасыр деген жүйріктің иесі болған Жаңаөзен қаласы алдыңғы 2-ші топта. Және де енді барымызша осы ақпаратқа Жаңбыр қайтадан жауып кетті. артынша айтыла жатар төрешілер дегенмен де айтып отырайық. Ал қошемет мінекей 7 бітіп 8-ге
кетіп бара жатқан жүйріктер. Ақты топтың легі. Жүйріктікке жолға шықты. Тағы да 2 атқа жетіп келе жатыр. Көп сайын жетіп келе жатыр аттарға. Скорость қатты болып жатыр. Екінші топ міне 3-ші бұрылысқа жақындады. Артқы топтың легі басып отқан жағдайда жарты алаңынан Артқы топтың аттары 8-ші айналымда аяқта, 9-ші айналымда мінекей бағанағы Асқат ағамыз Атырау Назқоңыр, Ермұхановтар Жұлдыз, Іргебай баптаған Әбілмансұр, Сагар деген жүйріктер. Жүйрік, бай. Әдемі. Жүйріктер 8 бітіп 9-ға кетті. Bir grup bası olған жағдайда шығарып отырайық төрешілер. Дегенмен де арасы ұзады. Бұл енді жүйріктерімізге екінші топ 8-де өтіріп 9-ға кетеді ғой. Ал мінекей екінші топ бізде келе жатқан жүйрігі Беймырзаев Хамза, Жарықтан Қалдаманов Исенбай жүйрігі 8 бітіп 9-ға кетіп бара жатқан жүйріктер мінекей. 8 бітіп 9-ға кетіп бара жатқан. 8 бітіп 9-ға кеттіңдер жігіттер. Ойнеріңізше осы 4 атты айтайықшы. Түгелдей. 4 Қалдаманов Исенбай ағамыздың жүйрігі. Хамза ағамыздың жүйрігі мынау 13. 5-ші номерді білмей жатырмын. 5 Таңатарыптар әулеті. Екінші топпен таңғы бай торы, игілік, Үшінші топ. Ал мінекей жүйрігі әмин амандықтың мәмілігі кетіп бара жатыр. 8 бітіп 9-ға кеттіңдер жігіттер. Оның қасындағы аттың да жүйріктерін айтып отырайық номерлерін. Біз енді танылған танымал аттарға көзіміз түсіп сол деп жобалауып отырмыз. Номер 3 дейді ғой. Ақкерей 7-ші номермен кетіп барды. Нұрсағындың жүйрігі де кетіп бара жатыр. Бұлар 8-ті айналымнан тұрады. Құрметті бәйгімалдар. Дубай. Алдыңғысы жетті. Мынау енді алдыңғы топ. Екінші топ па? 10-ші айналымға Бірінші топ аяқ басуға тіке жолға шықты. мінекей жүйрігі Тағы да аттарға қуып жетіп жатыр. Атырау облысынан келген Қатты шауып отыр мыналар. 40 шақырымды. Назқоңыр 3 жаста небәрі Дәрішев Асқат Шәкәрім Жұбойдан келген жүйрік. Және де Сагар есімді жүйрігі бізде кетіп бара жатқан Әбілмансұр Самаулы атақты Іргебай Ермұхановтар әулеті Жұлдыз деген жүйріктер. Ар жағындағы бала, әне шығарайық. Көрдіңіздер ме? Назғоңыр Бір групп Жұлдыз. басқан жүйрік Арғы қандай бетіндегі кедергі Загар. жасады? Мынау бір кіруі кемат. Шығар шықты мына балаға. Қарабас киімдегі ермен шоқ баратқан. Шық. Үлкен кедергі бұл дейтін. Атбегілер. Зер сауы өтімайдының Бірінші топ екінші бұрылысқа жақындады. 10-ші айналымға кетті. Екінші топ тіке жолға жаңа шығайын деп жатыр. Әртүрлі ауа райы болады. 10-ға енді кетіп бұлар. 9-ға аяқтауға. Дегенмен де 3 ат ұзап бара жатыр. Араны ашып сол қарқынмен кетсе бұл топқа жеткізетін түрі жоқ. жазбай бір-бірімен келе жатыр. Бірақ 13 айналым екенін естеріне салып қояйық. Осы
aldınғы топ 9'da аяқтап 10'ға кетті. Оны да елеп ескеріп отырсақ. Ал мінекей 9'ды аяқтап 10-шы айналымға аяқ басатын жүйрек шу дегенде жануар айқай шудан қозады, тарта жігіттің алақаны тозады деп мінекей 9'ды аяқтап 10-шы айналымға кетіп бара жатқан жүйрігі Байторы Беймырзаев Нұрғабай ағамыздың аты Самауылынан, Алданбай Бейсенбай ағамыздың аты, Беймырзаев Қамзан ағамыздың аты, Қоблан ағамыздың аты. Енді танып жатыр, аттар сирек естіп. Мынау екінші топ. Әмина аяқтап 10-шы айналымға Әмина Мәмілік, Жирен Асқар. 9-шы номер деген атты қазір біліп аламыз. Ал мінекей номері міндетті түрде керек. Жігіттер 9 бітіп 10-ға кеттіңіздер. 9 бітіп 10-ға кеттіңіздер. Ортаңғы топтың легіне номер жазып алайық, осы 220-ті номер. Дулат Досой. Күнін шығаруға да Басына салқын кейді ғой. әзір секілді. 18-ші номер. Тамаша осы жыңғылды елді мекені тұрғындарының ниеті десек те болады. Ниетінің кеңдігі, бейілінің ақтығы. Дубай кетіп барады. Шевір ауылының жүйрігі. Ер жігіт қазы енеміз. Сыртқа жете берсін. Соңғы топ. Алғамандығын берсе, 100 жылдығын ойнауға Алла тағалам нәсіп етсін. Ал мінекей 10-шы айналымда аяқтап 11-ге кеткен аттар. 11-шы айналымға аяқ басатын Асқат ағамыздың наз қоңыры Іргебайдың бірінші топ. Онда аяқтап 11-ге осы топ кетеді екен, бірінші топ. Ана айтқандай наз қоңыр, жолды Загар деген жүйріктер. 11-ге аяқ басты. 10 бітіп 11-ге кеттіңдер жігіттер. Қос жүйріктер. 10 бітіп 11-ге кетті. Шын жүйріктер ғой. Онда аяқтап 11-ге кететін екінші топ. Жүйріктерінің өнерін тамашалаған болатынбыз. Бірінші болып Мұнайлыдан келген Қостанып Қосшағамыздың жүйрігі берген болатын Қарлығаш деген. Ал енді аламан бәйге бірінші орынға автокөлік, екінші орынға 2 миллион теңге, үшінші орынға 1 миллион теңге, төртінші орынға мотоцикл, бесінші орынға 300 мың теңге қомақты қаржы тігіліп отыр қадірменді ағайындар. Чаңганға дәмелі, Чаңганға ниетті, үміткер, жүйріктер. Бұна 5 номерді анықтайықшы көрушілер. Есебі түзеу ма? Есебі түзеу болса, бізге келіп тіркетіп кетсін, бұл қай жүргеннен біліп отырайық. Номері жоқ қолында. Мінекей алдарыңызда 10-шы айналымды аяқтап, 11-ші айналымға аяқ басып бара жатқан Байторы Қамза Жарықтан Исенбай ағамыздың жүйрігі. Көк Қалдаманов Исенбай ағамыздың жүйрігі. Мына көк аттың номерін айтшы. Қоблан ағамыздың аты. 10 бітіп 11-ге кеттіңдер жігіттер. Ой, мінекей. Мамлюк кетіп барады. 10 бітіп 11-ге аяқ бастың. 10 бітіп 11-ге кеттіңдер жігіттер. 10-шы айналымда аяқтап, 11-ші айналымға аяқ бастыңыздар. Қоблан ағамыз 5-ші номердегі жарыс жолынан шықты.
9 номердеги ат жақсы кетіп бара жатыр. Алдыңғы топ. Бірінші топ тағы да бір аттарға қуып жетіп алды. Аттарды шығарып келе жатыр. Ат иесі көріп отырса шығарып алсын. Қатты көтеріп келе жатыр бірте-бірте және. 10-ші айналымды аяқтап, 11-ші айналымға аяқ басқан жүйріктер 10 бітіп, 11-ге кетіп бара жатыр. 10 бітіп, 11-ге кеттіңдер жігіттер. 10 бітіп, 11-ге кеттіңдер. Дубай. Жоқ, Дубай емес. 10 бітіп, 11-ші айналымға кеттіңдер жігіттер. Тездетейік, жылдамдатайық, қосайық. 10 бітіп 11-ге кеттіңдер жігіттер. Бірінші топ осы жерде келе жатыр ғой. Ал Бірінші топ деген 11-ші айналымды аяқтап 12-ге кетеді. 12-ші Содан келсе соңғыға кетеді. бағыт алуға келе жатқан тағалады 3 жүйрік. Асқат ағамыз Атырау Жылой ауданы Асқоңыр Ермұхановтардың жұлдызы. Іргебай ағамыздың бастап келген Сағар деген жүйрігі. Мына шығарайық, шығар. Не алдың топ? 11 Назғоңыр мен жұлдыз келді. 11 бітіп 12-ге Загар кейіндеп қалған ой, көрініп жатыр. 11-ші айналым бітіп 12-ші айналымға кеттің. 11 бітіп 12-ге кеттің. Мінекей Назғоңыр, Жұлдыз, Загар деген жүйріктер кетіп бара жатыр. Дегенмен де 2 жүйрік қалды. Загар міне? Алдыңғы топта Загар шамалап қалған. Загар да кетіп бара жатыр. Мына бір айналым озған жүйріктер шығарайық төрешілер. 11 бітіп 12-ге кетті. Загар шаршап қалған. Шығар жібер, шық, болды. Жүйріктер жарысында бүгінгі Екінші топ тіке жолға шықты, 11-де аяқтауға. шақырымды бас бәйге судай жаңған автокөлігі қадірмен Екінші топ мына ағайындар. жерде өтеді. 95 жылдық мерейтойына ұйымдастырылып өтіп жатқан кең көлемдегі бәйгеміз жүйріктердің алдыңғы топтағы легі 11-ші айналымда аяқтап 12-ші айналымға кеткен болатын. 2 жүйрігіміз кетті. Енді 2-ші топтың да жүйріктеріне кезек берсек. Мамлюк. Мына 5 номерді айтайықшы бізге. Ал бүгінгі бәйге 2-ші топ 11-ші айналымын аяқтап 12-ші айналымға кеткен жүйріктер Әмин Амандықтың мәмілігіменен 5 номер мінекей күннің олды. Екінші топ міне? Екінші топтың басы осы болу керек. Хамза ағамыздың атымен 11 бітіп 12-ге кеттіңдер жігіттер. Исенбай ағамыздың аты. 12-ге Қалдаман. кеттіңдер. Беймырзаев Хамза жарықтан 11 бітіп 12-ге кеттіңдер жігіттер. Қадірменді бұйырса Атырау облысы менен Маңғыстауымыздың Айторма. жүйрігі ақтық соңғы айналымға сынға түсетін болады. Жаңған автокөлігі Ермұхановтар әулеті және де Жайлап кете бер, Байторы. Асқан бауырымыздың мінекей жүйрігінің арасындағы текетіреске кетіп түсті. Соңғы айналымға 9-шы номер. шығуға бұлар енді 11 бітіп 12-ге енді кетіп бара жатқан жүйріктер. Ал мінекей қадірменді қалайық бүгінгі бәйгеміздің айналымға алған шөбен шығарып жібереміз ба? Ал Ермұхановтар әулеті менен Асқат ағамыздың Назғоңыры соңғы айналым жігіттер алдыңғы топтағы 11 бітіп 12-ге айналды. Тек қана Жұлдыз бен Назғоңыр соңғы айналымға кетті. Ал жігіттер салыңдар барыңдар. Бір Алла тағала болмасын. Міне соңғы айналымға кеткен екі ат. Маңғыстау облысының жүйріктері. Жұлдыз бен Назғоңыр.
керемет бәйге. Жылойды аламанын ұтқан, соның ошағын ұтқан екі ат шопандар тойының. Соңғы айналымында лигіне келіп жеттік. Жаңағы артқы топтың жүйріктері атқа қиянат жасамай көтті жіберсін. Жағаласып кетпесін. Ат иелері екі жүйрікке кедергі жасамасын. Ал мінекей, жігіттеріміз де біледі ғой. Ал қадірменді ағайындар, тарихи бәйге, тарихи кезең, Шыңғылды елді мекені 95 жылдық аясында Алабай бәйгелерінде соңғы айналымына келдік. Соңғы айналымда кеткен жүйріктер кеше ғана Шопандар тойында Атырауда бірі Аламанда olsa, бірі Тоқпайдар. Атырау облысы, Маңғыстау облысының жүйріктері соңғы айналымда бақ сынауға кетті. Шапқынға чаңғы, бүгінгі бәйге, бүгінгі қартын қадірмен ағайындар. Бұлар енді өңіргізіп, өнекке кеткен өтті. Кетіп бара жатқан жүйрігі ал қадірмен ағайындар, саусақпен санарлықтай минуттар, саусақпен санарлықтай секундтар 40 шақырымында аяқталуына жарты айналым қалды. Екі жүйрігіміз алдамызда айналымда бесшілікте көлемі жоқ әлде қалай болар екен? Ең бастысы мына бір айналым басы болса жүйріктер кедергі жасамасын, ат иелері. Кедергі жасамасын, ең бастысы сол. Жұлдыз алдына шықты, Назқоңыр екінші болып қалды. Күрешілер, айтайық, бұлау, бұлауға ең соңға кеткен атпа. Соңғаға кеткен. Соңғаға кетті. Бұл жүйрік соңғаға кетті міне. Загар соңғаға кетті. Бәйгенің Аллаға берсе, аз ғана минуттар қалды. Жұлдыз шықты алдына. Бірге оймақ болсын. Жоқ. Қай тұлпар, қай тұлпар. Жұлдызын түрген қадірменді ағайындар. Сіз бенен біз болып, 500-ке шықты. 500-ке шықты қадірменді ағайындар. Ал мінекей. Мына Ақмиықпен келатқан торат бірінші келе жатырған. Содан кейін көк ат келатыр, содан кейін келе жатқан қоңыр ат Назқоңыр екінші келе жатқан ат. Бұлар соңғы айналымға кетті. Ал қадірменді ағайындар, маңғыстаулықтар, бүгінгі бәйгенің жеңімпазы. Ақан айтқан қызық бәйге қырда шапқан, алағайын қиқуменен қарсалайы. Жұлдыз 40 шақырымда аяқтап келатыр. Жұлдыз келе жатқанмен бүгінгі жанданның иесі ал құтты болсын. Ай, жарайсың. Бірінші болып Ермұхановтар әулеті Жұлдыз Назқоңыр бәйгі бала. екінші келе жатырған Назқоңыр Жылой. Ал енді күрешілер қайсысы соңғы айналымға кетті. Мына үшінші орынға ниетті. Үшінші орынға ниетті Іргебайдың аты ғой да? Жоқ, Іргебайдікі 3-ке қалды. Қайта көтеріп 2-ке түсті. Автокөліктер. Аяқ соңғы ана құлаған ат. Қалай
Осынау 2, 3, 4, 5 қойшы, короче, осындай. бейнеленген жүйріктерді Бірінші, екінші ат өтіп кетті, енді 3-ші, 4-ші, 5-ші аттарды күтеміз. Ал бүгінгі бәйге әлі аяқталған жоқ. 3, 4, 5 орында иеленіп келе жатқан жұлдызға қошемет соғып отырайық. Осы апамыздың да еңбегі зор бүгінгі бәйгеден еленген. Ермұхановтар әулеті Ануар Амангелді ағаларымыз. Осы апамыздың жүйрігі. Баршамызға да жұғысты болсын. Осындай жеңісті күн. Ал мінекей бүгінгі бәйгенің 3-ші орнының иеленіп келе жатқан жүйрігі бізде осы тарихи бәйгеде 3-ші болып кім келер екен? Ал қошемет қазақстандықтар. 3-тің өзі күш дейді қазақ қауымына. Бесінші ат қайда? 5-ші болып мінекей қошемет Бірге ойнатып ол. Sakar, Emin Kipay. Belgile olayık bugün değil. Atmışsın bana, atçı! Аламанда аяқтап жатқан аттар болсын. Еңбектері бар 40 шақырымда аяқтап тұр. Sürüşte. Ama 60 sezon oldu. Gitti mi ayında? Kalay. Tokat. Тиме, топтар қатар ғой. Minit kadar. At kaydı. Бәйгесі, топтар қатары бәйгесі, жүнде бір орынға деген қай азамат шымырады еді мекен? Неге сандым оған? Неге сандым? Көтері жатып Нұрғазы ма? Нұрғазы ағамызға Алла разы болсын. Бүгінгі бәйгенің спонсоры, бір жобаны. Ат иесі, қазір Алламанның жүйрігі, бірінші болып дәрежеге жетсе, келіп тіркелеміз бұнда айтамыз. Ақ киімді ме? Нұрдәулет не болды? Нормально ғой бәрі. Нұрдәулет қой үйге. Ал мінекей, жинақ салайық, жинайық, қалайық кейін қарата, айналымды босатайық. Мына жүйріктеріміз жоғарғы екпінменен келе жатыр. Соны қаперіңізге салайық.
Karamazlık bütün jüriktiri var aramızda. Marapаттau осы жерде болады. Арты болды ғой, әдемі өтті ғой. Марапаттау осы трибунаның алдында болады. Ат белгілерге ескертейікші, өткенде бір ат белгілер білмей жатады, басқа жаққа кетіп қалып жүрмесін, осында болады марапаттау. Осы трибунада болады. Ал мінекей тарихи бәйгінің де соңғы кезеңі топтар қатар бәйгесі. Бұл енді бәйгінің ең соңғы мінекей көрінді. Топтар қатар жеңімпазы ретінде бірінші орынға ниетті бүгінгі Шымқұлды ауылының тұрғыны шабағысын иемденуге, иеленуге келе жатқан жүйрігі Досыбаев Нұрғат ағамыздың тайын иеленуге келе жатқан жүйрігі Осы баланың аты болды ғой. Мұрат деп мінекей бәресінің бірінші болып кетті. Кім екен атын айтсын? Досыбаев Нұрғат ағамыз Шымқылды елді мекенінің тұрғыны, Алла разы болсын. Жабағымыз. Жұбанов Ахмет.